Айсұлу қайда кетіп бара жатсың? Мен кетем, бөлек тұрамын. Сендер мені жұмыса бересіңдер, сабақ орындатасыңдар. Енді мен сендерді шаршадым, мен қайтамын. Ойла, Айсұлу, шынымен кетіп бара жатсың ба? Достар, Айсұлушка киімдерін бәрін жинап кетіп бара жатыр, достар. Неге кетіп бара жатсың десем, шаршадым сендерден дейді. Маған сабақ оқыта бересіңдер, ойыншықтарды жината бересіңдер деп Айсұлу ренжіп кетіп бара жатыр. Айсұлу кетпесе? Қайда барасың? Түн ғой далада еще. Самолетпен ұшам? Паспортың бар ма? Кетесің ба? Ужас, Айсұлу кетпеші. Саған 9-дан кейін далада көшеде жүруге болмайды ғой, ата-аналарыңсыз. Таксиге кетсем. Ну ладно. Точно кетесің ба? Айлин де пока деп жатыр. Кетпе десе, Айлин? Вообще кетпе десе? Аяқтың бәрін деп кетіп жатыр. Қайда барасың онда? Мен кетем. Мен шаршадым. Ну ладно. Айсұлу кетті, пока. Суреттерін қалдырып кеттім. Хорошо. Сені сағынғанда қарап отырайық ба? Жарайды. Достар, Айсұлушканың үйден кетіп қалғанына 5 күн болды. Қатты сағынып кеттік. Не істесек болады екен, қайда жүр екен, не істеп жүр екен. Ужас. Есікті біреу ұрып жатыр ма? Көрейінші барып. Кім есікті тақылдатып жатқан? Ашсаңдар болады ғой, есікті біреу тоқылдатып жатыр. Кім бұл? Ойбай, сіз кімсіз? Мен Айсұлумын. Айсұлу? Ой, біздің Айсұлу бұндай емес еді ғой, әдемі қыз еді ғой біздің Айсұлу. Мен киімдерін көрмешті. Ужас, түрің не болып кеткен сенің? Фу, үстің сасып тұр ғой, еще қолыңа не киіп алғансың? Фу. Біздің Айсұлу деген қызымыз бұндай емес еді, сен Айсұлу емессің, бар шықшы. Жоқ, болмайды, сен үстіңде сасып тұр, кетші далаға, үстіңде кір, аяғың фу, сасып жатыр, кетші. Ой, ладно. Қармашты қоймай. Ужас, не істейміз енді? Айсұлушканы кеткенге де біраз уақыт болды. Жүр, кіре ғой, тамақ бер. Ужас, ояқ киім болады еще. Шеші қолыңдағы шеш көшеге тастап кетесің. Не істеймін осынша уақыт бойы, қайда жүрмін? Сумкамды бол. Сөйтіп? Кеттім ше. Жиын ба. Ужас, қарның ашып қапты ғой сенің, е? Айсұлушка деген қызымыз болған. Осыдан 5 күн бұрын кетіп қалған тұғын бізден. Сен соған қатты ұқсайды екенсің. Или сен құлап қалдың ба мұзда тайғанап? Есіңді жоғалтып алдың ба? Жоқ? Неге онда түрің осындай болып кеткен, ужас? Сен Айсұлусың ба? Біздің Айсұлуын деп тұр ғой, достар, не сенеміз ба? Біздің Айсұлу дегеніне. Онда Айсұлушканы бомж емес, әп-әдемі принцессаға айналдырайық, е? Давайте, кеттік онда. Наныңды қой, бет-қолыңды жуып, әдемі қылып сені өзгертеміз. Бетіңді жуып, да? Шашын тараймыз қазір. Бүгін маска істейміз, сонымен Айсұлушка бірден красоточка бар, е? Бәсе, Айсұлушкам қайда деп
5 күн бойы сеніп міне өзіңіз найслушка екен ғой. Адасып жүрген бе сен? Иттер тиіскен жоқ па саған? Қорққан жоқсың ба иттерден? Жоқ. Оны бір жерде афырдап жатыр. Қорқып кеттім да шошып кеттім. Сосын қашып кеттім ғой. Маған басқа жатыр. Басқа үйлерде болмыш бұл. Бүйтіп айттым ғой. Бір үйде кеше ақша беріңізші деп. Адасып қалдым, ақша беріңізші деп сұрадым ба? Сөйтіп қуып жіберді ме сені? Ужас. Неше қорқынышты адамдар бар екен. Вау, достар, өзіміздің Айслушка екен ғой. Қолын жуған едік. Әп-әдемі Айслушка болды. Көрсетті. Айслушка, есіңе түсті ма? 5 күн бойы қайда болғаның? Ja, есіме түсті. Не болған айтып бересің ба бізге? Ja. Мен есіктен шыққан кейін ұрлар мен сумкамда кетіп қалды. Ужас, сені тонап кетті ғой сонда, я? Одан кейін не болды? Одан кейін мен оларды қуып алайын деп адасып қалдым. Ужас. Сөйтіп үйге қайтатын жол таппай қалдың ба? Ja. Сосын жүріп бір жерде таптым. Сөйтіп 5 күн бойы көшеде тамақ ішпей жүрдің ба? Ужас болған екен ғой. Енді осыдан не ұқтың? Осыдан не ұқтың? Үйден түнде кетіп қалуға болмайды екен. Үйден түнде кетіп қалуға болмайды екен, достар. Өкініп тұрсың ба? Жаным, балапан. Енді кетіп қалмайсың, я? Мама ұрсса да, сабақ оқытса да, я? Жаным. Достар, олай үйден кетіп қалмаңыздар. Далада неше түрлі ұрылар, бандиттер түнде әсіресе көп жүреді. Сол үшін мамалар мен папалардың қастарында болмаса, түнде далаға шықпаңдар. Сәлем достар, біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Біз сіздер үшін қызықты видеолар түсіріп жатырмыз. Бізді қолдай кетіңіздер. Подписаться басып, лайк басып, комментарияны міндетті түрде жазыңыздар. Подписчик санын 10 мыңға жеткізейік, достар. Біз сіздер үшін қызықты челлендж видеолар түсіруге тырысамыз. Қазақ ютуберлерін санын көбейтіп, Айслушка мен Абылайханды қолдап кетіңіздер. Достар, сіздер лайк бассаңыздар, көп ақша жиналады. Сосын біз Дубайға барамыз. Дубайда 24 сағат балконда түсіреміз. Құдай қаласа, Дубайда 24 сағат балконда, бассейнде қызықты ойындар және челлендждер түсіретін боламыз, достар. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып подписка жасаңыздар.